Өрт қауіпті кезеңде дайындық, суға шомылу маусымы, білім алушылардың жазғы демалысы. Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлының төрағалығымен өткен кезекті аппараттық кеңестің күн тәртібіне шығарылды. Ұлытау облыстық төтенше жағдай департаментінің бастығы Есенбайыров Ұлытаудан 2021-22 жылдардағы дала және орман аумағында болған ірі табиғи өрттерден бір адам қаза тауып, 10 бас ірі және 308 ұсақ мал шығындары болғанын және 54 миллион 646 мың гектар жер өртке оранғанын атап өтті. Биыл ондай жағдай орын алмас үшін дайындық жұмыстарын пысықтау керек. Қазгидромет мәліметі бойынша ағымдағы жылы жоғарғы өрт қаупі сақталуда. Облыс аумағында күштер мен құралдардың аумақтық топтары анықталып, профилактикалық іс жүргізіліп жатыр. Аумақтық бөлімшелерде 8 бірлік өрттік техникасы берілді. Атап кету керек, Жезған Сәтбаевқа 2 бірліктен, Қаражал Жанарқа Жезді Ұлытауларға 1 бірліктен берілді. Бірлесіп атқарылған елеулі жұмыстарға, қабылданып жатқан шараларға қарамастан шешімін таппай отырған бірқатар мәселелері бар. Өрт сөндіру бекеттерінің есебіндегі 5 бірлік өрт сөндіру автокөліктері жарамсыз күйде жүрмейді. Жангелдин, Шеңбер, Терісаққан ауылдық округтерінде өрт сөндіру автотехникасы мен мотопомпаларын сақтау орындары мүлдем жоқ. Ұлытау ұлттық паркі өрт сөндіру мұнарасымен қамтамасыз етілмеген. Жаңаарқа ауданында Қарағаш орман шаруашылығындағы жалғыз мұнара апатты жағдайда тұр. Тағысын тағылар. Күн тәртібіне шығарылған екінші мәселе суға шомылу маусымындағы қауіпсіздік шаралары. Есенбайыров шомылу маусымына дайындық туралы баяндама жасағанда тағы бірнеше мәселе қылқиып шыға келді. Жезған Сәтбаев қалаларында халық үшін коммуналдық жағажай жоқ. Жезған қаласының аумағында шомылуға рұқсат етілген жерлердің барлығы жеке жағажай 3, демалыс аймағы 3 және 1 спорт нысаны бар. Жеке жағажайларда және де барлық су айдындарында қауіпсіз қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі 2015-19 қаңтарда номер 34 бұйрығына талаптарына сәйкес келмейді. Атап айтқанда, бақылау мұнаралары жоқ. Су айдындарда жазатайым оқиғалардың алдын алу және суға батуға көмек көрсету жөніндегі материалы бар стендтар жоқ. Сондай-ақ қалалар мен аудандар әкімдіктерінде шомылу маусымда қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша көрнекі үгіт материалдарына қаражат қарастырылғанмен, бұл материалдар шығарылған жоқ. Бейнебақылау камераларын орнату қажет. Камераны жоспарлаңыздар. Қазір бәрін камера қойып жатырмыз ғой, соның арасынан кезек-кезегімен қойыңыздар, қандай мүмкіншілігі бар. Күн тәртібіндегі соңғы сұрақ білім алушылардың жазғы демалысы. Ұлытау облысының білім басқармасы тарапынан балаларды жан-жақты дамытуға, сауықтыруға бағытталған әлеуметтік психологиялық кеңістік құру мақсатында жазғы демалыс академиясы жобасы әзірленді. Ол 4 бағытты қамтиды. Барлық бағыттар бойынша жазғы демалыстағы шаралармен облыстың 17.558 оқушысы қамтылады және 112 миллион теңге қаражат қарастырылған. Мектеп жанындағы сауықтыру лагерлерінде 426 оқушы демалады. Осы мақсатта 65-те 8 миллион теңге жоспарланды. Қала сыртындағы лагерге жолдама беру үшін 321 оқушыға 46-та 2 миллион теңге қарастырылған. Қазіргі уақытта конкурстық рәсімдер жүргізілуде. Бәріңізге мәлім, облыста балаларға арналған жазғы демалыс орны жоқ десек те болады. Облыс әкімі бұл бағытта да кәсіпкерлер бастама жасаса, қолдау көрсетеміз деп отыр. Республикада жалғыз облыс шығар, бізде лагерь жоқ балаларды демалатын. Бар лагерьден бәрінен айырылып қалғанбыз. Сондықтан осыны Ғалымжан Мұратұлы өткенде айттым сіздерге, мынау күн тәртібіндегі бір өзекті мәселе сіздерге. Биыл мұны ойладық, жасаймыз ба деп. Қазақ-бізға сұраныс жасадық, өкінішке орай қолдау жоқ. Бірақ ендігі жылы міндетті түрде бюджеттен қоссақ та 1000 баланы қамтитындай демалыс орындарын ашуымыз керек. Гүлім Маратқызы, Сергей Майкович, Ұлытау телеарнасы.